Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Бүгін мен сіздермен меренговый рулеттің жасалу жолымен рецептімен бөліспекшімін. Бұл рулетті жасау үшін бізге ең алдымен құрғақ ыдыс, қант, лимонный кислота, жұмыртқа және де миксер қажет болады. Жұмыртқамыз жылы, яғни бөлме температурасындағы жылылықта болу керек. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыздың ағын бөліп салып аламыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын осылай бөліп алғаннан кейін жұмыртқаның ағына қасықтың ұшымен ғана лимонный кислота салып және де қант салып жақсылап миксерлейміз. Бірінші жай скоростьта, кейін орташа, содан соң қатты скоростьпен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің массамыз қою, крем тәрізді қою болу керек. Осылай етіп, ыдысты төңкергенде біздің массамыз ағып кетпейтін болса, онда біздің меренгамыз дайын. Енді пергамент қағазға меренгамызды бір тегістетіп жайып дайындап аламыз. Алдын ала қыздырып қойған печкамызға біздің меренгамызды салып 25-30 минут пісіріп 180 градуста пісіріп аламыз. Пісіріп алған соң меренгамызды суытамыз. Суытып болғаннан кейін арасына кремді жағып, рулет сияқты ораймыз. Достар, рецепттің толық ингредиенттерін осы видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Меренговый рулет сырты қытырлақ, бірақ жұмсақ,
өте дәмді рулет. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Рулетті бетіне крем жағып, грек жаңғағымен немесе әртүрлі дәндермен немесе клубникамен осылай сәндеуге болады.